Бәріңе сәлем. Бүгін бізде талант ағай мына есеп шығарып беріңізші айдарының екінші бөлімі. Ендеше бастайық. Көлбеу параллелепипедтің табаны диагоналдардың бірі 8 түбір асты 3-ке тең болатын ромб дейді. Түбір асты 3 қой, иә? Параллелепипедтің бүйір жағының бір диагоналы 20 және табан жазықтығына перпендикуляр. Ал оның бүйір құрлары табан жазықтықтарына 60 градус бұрыш жасаса, онда көлемін табыңыз дейді. Так, көлбеу параллелепипед. Параллелепипед деген табандары төртбұрыш болатын призма, иә? Бірақ көлбеу деген демек қисайып тұрады деген сөз. Параллелепипедтің бүйір жағының бір диагоналы 20 және табан жазықтығына перпендикуляр дейді. Бүйір жағы. Ал оның бүйір құрлары табан жазықтығына 60 градус бұрыш жасаса, көлемін табыңыз. Бірінші мына сөйлемді жазып алайық. Бірінші сөйлемді. Көлбеу параллелепипедтің табаны диагоналдарының бірі 8 түбір асты 3-ке тең болатын ромб дейді. Ұзыны ма, қысқасы ма? Так, ромбты салайық, иә? Ромбты салайық. Так. Сосын көлбеу. Перпендикуляр табан жазықтығынан диагоналі. Так, егер бізде мынау АВ қабырғасы болса, онда мынау А1 Б1 болса, сонда менде мына Б1 мен А диагонал болады ғой ромбтың. Сол не болу керек екен? Перпендикуляр болу керек екен. Табан жазықтығына дейді. Сонда болды, иә? Әдемі. Так, жалғастырамыз. Мынау С, мынау Д. Онда С1, Д1. Қазір екінші жағын саламын. Ол С1 болады. Так. В общем, біздің берілген параллелепипедіміз шықты қазір. Енді диагоналдардың бәрі 8 түбір асты 3 дейді. Бүйір құрлары табан жазықтықтарына, мысал Б1 В қабырғасын қарастырайықшы. Осы бүйір құр табан жазықтығынан табанда тұрған мына қабырғаға 60 градус бұрыш жасайды дейді. Және біз мынаның ұзындығын білеміз ғой, иә? Мынау. То есть Б1 А деген диагональ 90 градус жасаған. Ол бізде 20-ға тең есептің берілгені бойынша. Демек, маған мына АВ қабырғасын табу үшін осы тікбұрыш үшбұрыштағы екінші катетін табу үшін мен тангенсінің анықтамасын қолданамын, иә? Немесе ерекше үшбұрышты қолданамын. 20 бөлінген түбір асты 3 деп, немесе былай жаза берейік. Сонда тангенс альфа дегеніміз, ол қарсы жатқан катет бөлінген гипотенуза ғой. Сонда бізде тангенс 60 градус тең болады 20 бөлінген АВ. Бізге АВ-ны табу керек. Өйткені табанында біз қазір не үшін? Өйткені біз көлемді табу үшін бізге табанның ауданы керек, биіктік керек. Бізде биіктік бар 20 деген. Ол биіктігі болып тұр призманың. Өйткені 90 градуспен түсіп тұр да екі жазықтықта. Ол 20 табылды. Бізге просто қазір ауданды табу керек табанынан. Ал оны табу үшін маған бір диагоналы берілген 8 түбір асты 3. Екінші диагоналын табу керек. Сөйтіп, екі диагоналды көбейтіп 2-ге бөлсем, ромбтың ауданы шығады. Онда менің мақсатым қазір екінші диагоналды табу, иә? Так, сонда менде АВ тең болады 20 бөлінген тангенс 60 градус. Яғни тангенс 60 градуста бізде түбір асты 3-ке тең, 20 бөлінген түбір асты 3-ке тең екен. Так, мына жерге жазып қоямын 20 бөлінген түбір асты 3 деймін. Бұны не үшін жаздым? Өйткені мен қазір мына диагональдарды өрнектейтін болсам, сонда 8 түбір асты 3-тің 4 түбір асты 3 қалады мына жақта, иә? Тікбұрыш үшбұрыш жасалып жатыр. Сонда менде былай болып тұр. АВ центрді О дей салайық. Сонда менде мына жағы X болып тұр. 4 түбір асты 3 бірінші катет болып тұр. Ал 20 бөлінген түбір асты 3 екінші катет болып тұр. Мен мына катет табуым үшін 20 бөлінген түбір асты 3-тің квадратынан азайтуым керек. 4 түбір асты 3-ті, иә? Сонда менде 400 азайтылған болады. 400 бөлінген 3 азайтылған. Так, мынау бізде қанша? 16, 3-ге өтсе 48. Сонда бізде 3-тен 400-ден біз 3 барса да 144 азайтсақ 256 қалайын деп жатыр, иә? Яғни
x-тің өзі сонда x-тің квадратына. x-тің өзі сонда 16 бөлінген түбір ас 3 болады, иә? Вот, маған енді бұл не керек? Маған оның екі еселенгені керек. То есть жалпы диагоналі керек. Сонда асы диагоналі ол 2x. Асы бізде тең болады 2 көбейтілген 16 бөлінген түбір ас 3. Болды ғой, бітті ғой есеп. Сонда менде бірінші диагональ бар, екінші диагональ бар. Осы екеуін көбейтсем 8 түбір ас 3 бірінші диагональ. Оған көбейтемін 32 бөлінген түбір ас 3-ті. Сосын 2-ге бөлсем, менде ромбтың ауданы шығады. Нәтижесінде менде түбір ас 3 қысқарады. Мына 2 мен 8 қысқарсақ бізде 128 болады, иә? 128. Оны мен қазір 20-ға көбейтсем, сонда көлем шығады, иә? Көлем тең болады сонда 128 көбейтілген 20. Не кетті? 128 көбейтілген 20. Сонда менде 256 0 болады екен. Бұл бізде А жауабы. Осымен біздің екінші бөліміміз аяқталды. Бәріңізге сәттілік.